Армысыздар, біз бүгін айлардың сұлтаны Рамазан айы жайында әңгіме өріп кетеміз. Қонақта бізде Сабыржан Зейнел Ғабиденұлы Марал Ишан мешітінің бас имамы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Біз бүгін сізбен осы Рамазан айы жайында білгіміз келеді. Оның рухани мәні қандай болуы керек? Жалпы Рамазан айындағы ораза ол тек қана аш құрсақ болып аш жүру емес. Бұның рухани мәні адамды кемелдікке жеткізу. Діни жаңағы көзқарасы бойынша оның мынау аштыққа төзуі, өз нәпсісін жеңуі деген секілді әрекеттер арқылы өзін тәрбиелеу. Жалпы тақуалық дегеніміз ол Құдайдан қорқу деген сөзбен айтсақ та, жалпы бұл тақуалық деген сөздің астарында үлкен тәрбиелік мәні бар. Шынайы Алладан қорқатын, жаманшылық жасамайтын, ізгі іспен айналысатын адамды жалпы тақуа деп атайды. Ал енді осы Рамазан айындағы ораза адамды сол кемелдікке, тақуалыққа алып келетін, адамды тәрбиелейтін керемет мүмкіндік. Жалпы Рамазан айында тек қана аш жүру емес, жалпы Рамазан айында мынау адам өзінің уақытын жалпы тиімді пайдалану насихатталынады. Адам өзінің көзін, тілін, іс-әрекетін жаңағы барлығында ораза қылу керек. Бәрінде былай айтқан кезде тек қана ауызбен емес, бүкіл дене мүшесіменен ораза болу керек. Ол деген сөзіміз жаман әрекеттерден, теріс сөздерден, теріс қылықтардан арылу керек. Сол себептен бұл ай адам баласының тақуалыққа алып келеді. Ораза айында жалпы таңға қарап батқаннан кеш қарай батқанға дейін адам баласы аш жүреді, жаңағы тамақ тұтынбайды. Осының ғылыми жағында түсіндіріп бере аласыз ба? Яғни оның адамның ағзасына зияны жоқ па? Осыншама уақыт аш жүру дейді. Енді ұлы жаратушымыз Алла Тағала бізді жаратқаннан кейін, оны жаратушы деп біз қабылдағаннан кейін, ол бізді қандай қылып жаратқандығын және бізге не нәрсе пайдалы, не нәрсе пайдасыз екенін бізден артық біледі. Әрине қазіргі таңда көптеген мұсылман емес жаңағы ғалымдар оразаның пайдасын зерттеп жатыр. Жалпы мұсылман адам кез келген Алла Тағаланың әмірін естідім, бойынсұндым деп қабылдайды. Алла Тағала осы нәрсені бұйырды, демек мен осыны орындауым керек деп, оның астарына көп үніле бермейді. Көбінесе бұндай сұрақтарды діннен алшақтау, діннен алыс болған адамдар не себеп, бұның астарында не мағына бар, не мән бар деген сияқты іздеп жатады. Енді қазір ғалымдардың көбі зерттеп, мынау қасиетті Рамазан айында таң атқаннан күн батқанға дейін ауыз бекітудің денсаулыққа пайдасы орасан зор екенін анықтап жатады. Ол жаңағы адамның біріншіден асқазанға сәл болса да бір тыныштық беру. Жалпы қазіргі мына көптеген диетологтар жаңағы қазіргі біздің 3 мезгіл, 5 мезгіл тамақтануымыздың өзін дұрыс емес деп есептейді. Бұны бізге мынау продовольствие дейді ғой, жаңағы азық-түлікті өндірушілердің өзінің азық-түліктерін өту үшін жаңағы бізге тағып қойған бір үлкен нелер дейді. Маркетингтік жолдар деп есептейді. Жалпы пайғамбарымыз айтады, қиямет жақындаған кезде мұсылмандар, адамдар тамақты, асты сағынбай жей беретін болады дейді. Жалпы біз асқазанымыз дұрыс жұмыс істеу үшін асты сағынып барып жегеніміз дұрыс. Енді қазіргі уақытта мәселен бәрімізді таңертең тұрып кофе ішуді үйретіп қойған, міндетті түрде кофе ішу керек. Біз айтпаса сенің бүгінгі күнін жаңағындай қалай айтады, энергияға толы болмай қалады деген маркетингтік жаңағы құрбанымыз. Бізге мәселен түрлі тәтті сулар, әсіресе ағзаға зиян жаңағындай газды тәтті сусындарды насихаттап қойған. Біз бірде-бір мерекемізді жаңағындай газ сусындарсыз қарсы алмаймыз, өткізбейміз. Одан кейін жаңағы түрлі тәттілер, жаңағы адам баласына тәттіні көп жеудің өзі қандай зиян екенін баршасы біледі. Ал енді осы қасиетті Рамазан айында ғалымдар зерттей келіп мынандай нәрсеге бел буған, адам баласы тамақ жеуді азайтуыменен асқазанына
сәл болса да тыныштық береді. Енді өзіңіз есептеңіз, қазіргі уақытта сәрес уақыты таңғы сағат 5-тен 6-ға дейін жалғасады. Сол уақытта ішіп жеп алады. Одан кейін сол тамақты, сәресте желінген асты адам кешкі ауызашар уақытқа дейін толық қорытып болады. Демек, сол таңғы асты біздің ағзамыз толық оны өзіне сіңіріп ала алады. Біз мүмкіндік береміз. Ал мәселен, ораза емес кезде таңғы асымызды ішеміз, одан кейін жұмысқа келіп, жұмыс басталмай тұрып шай ішетіндер бар. Одан кейін жұмысқа бара жатып, жолдан заправкадан, я болмаса тағы бір жерден автоматтан кофе ішетіндер бар. Одан кейін обед бар, одан кейін тағы бір нәрсе, жаңағы бескі шайға дейін жеп алатынымыз бар ғой, жаңағы. Кафеге барып, круассанмен бір шай ішеді, одан кейін пицца жейді, тағы бірден фастфудтар кетеді, содан кейін түскі тамақ ішеді, одан кейін үйге барады, бескі шайы бар, одан кейін ужины бар, кешкі тамағы бар. Соның бәрін қосқан кезде асқазан адамның ағзасы шлакқа толады. Ораза кезінде дамылсыз жұмыс жасайды. Сөйтеді, ораза кезінде жаңағы жиналған, бір жыл бойы жиналған шлактардың барлығы шығады. Бұл медициналық нелерде жазылған, оларды оқып танысса болады. Одан кейін жалпы денсаулыққа зиян пайдасы, адам баласы күні бойы сергек жүреді. Өйткені мынау адам баласының ағза мүшелеріміз қанмен жұмыс жасайды ғой. Асқазан толып тұрғаннан кейін жаңа қанның көп мөлшері асқазанымыз жұмыс істетуге жұмсалады да, басқа жерлерге қан аз жұмсалады. Сөйтіп жаңағы артық салмақ қосу пайда болады адам баласында. Одан кейін жаңағы ұйқы басады. Анау Архимедтің заңын білесіздер ғой, бұрыннан келе жатқан. Орысша айтқан кезде после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать деймін. Мінекей бұл Архимедтің заңын астарында қандай нәрсе жатыр? Асқазан тойғаннан кейін көз жұмылғысы келеді, бас жастықтан сайт, адам жатқысы келеді. Мінекей ораза осы нәрсенің барлығын жойып, адам денесіне керемет не береді, энергия береді. Адам өзі сергек жүреді. Енді бұдан да басқа өзінің пайдалары бар. Енді денсаулыққа байланысты кейбір адамдарға ұстау рұқсат етілмеген болса, ислам діні ешкімді күштеп мәжбүрлемейді. Жалпы денсаулықты сақтау, оны емдеу мұсылман адамға уәжіп болып есептеледі. Медициналық жаңағы ұстанымдар арқылы ол адамға ашығу тыйым салынған болса, ол адам оразадан босатылады. Әрине, тақуалықты танытып, осы қасиетті Рамазан айын маған осы қасиетті Рамазан айының сауабы керек десе, ол осы оразаның орнына фидиясын төлейді. Енді фидия төлеудің де өзіндік жалпы ұстанымы бар. Фидияны мәселен созылмалы және ауруынан айығуы үміт жоқ адам ғана төлейді. Ал мәселен биылғы жылы ауырып қалды, келер жылы осы 1-2 айдың ішінде ол адам ауруынан айығатын болса, ол осы биылғы оразасын кейін денсаулығы жақсарғаннан кейін, дұрысталғаннан кейін күнме-күн күнін өтеп оразасын ұстайды. Фидия төлеу тек қана жаңағындай созылмалы ауруынан айығудан ешқандай үміті жоқ адам ғана фидия төлейді. Қазіргі заманда жалпы осы оразаны дұрыс ұстанып, дұрыс өткізу үшін нені ескеру керек? Жалпы оразаның дұрыс болу үшін ең біріншіден сәрес уақытынан ауызашар уақытына дейін ішіп жеуден адам тыйылу керек. Одан кейін қазіргі біз енді цифрлық заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Оразамыздың рухани дұрыс болу үшін жаңағы цифрлы сауатты болып, жаңағы уақытымызды тиімді пайдаланып, әлеуметтік желінің өзінің сәл тоқтатуымыз керек. Мінекей соның барлығы дұрыс болу үшін әлеуметтік желілерге де сәл ораза ұстатуымыз керек. Мінекей сол ораза дұрыс болу үшін ең біріншіден адам өз мінезін дұрыстау керек, ұрсып кетпеу керек, ешкіммен боқтасып, балағаттасып кетпеу керек, сабырлық таныту керек, кез келген өмір қиыншылықтары, жұмыс барысында тағы басқа бір қоғамда өмір сүрген кезде бір қиыншылықтар туындаған кезде соның барлығын сабыр таныта білу керек.
дүкенде кассаның алдында ұрсып қалып жатқан адамдар болады, көшеде жаңағы бір-бірін итеріп ұрсып қалып жатқан адамдар болады, жол үстінде мәселен мынау машинамен көлікпен келе жатқан кезде бірінің жолын бірі кесіп жаңағындай авариялық жағдайлар туғызып жатқан адамдар болады. Сондардың барлығынан біз соның барлығына сабырлық танытуымыз керек. Мынау жалпы қоғамдық тәртіпті мынау сақтауға тырысуымыз керек. Жалпы осы Рамазан айында жаңағы сабыр мен кешірімнің рөлі қандай? Сабырлық танытудан кейін адам мысалы кешіре білу керек, иә? Сол жайында айтып Жалпы Алла Тағала кешірімді және кешірімділерді ұнатады дейді. Жалпы бұл ислам дінінің негізгі ұстанымдарының бірі. Жалпы мұсылман адам кешірімді бола білу керек, ол өте маңызды. Өйткені кешірімсіз жүрек кешірімді үміт етудің өзі дұрыс емес. Сол себептен адам кешірімді болу керек. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өміріне үңіліп қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманында пайғамбарымыздың көкесі Хамза радиаллаху анхуды Уахши деген құл өлтіретін болады. Жаңағы найза түйреп өлтіреді. Одан кейін жаңағы сол кездегі дін дұшпандары не істейді? Жаңағы пайғамбарымыздың көкесінің денесін жаңағы азаптайды. Өлгеннен кейін денесін азаптайды. Тілін кесіп алады, жүрегін ойып алады, бауырын кесіп алады, құлақ мұрнын ойып кесіп тастайды деген секілді нәрселер жасайды. Кейін сол Мекке мүшриктері жеңілгеннен кейін пайғамбарымыз Меккені фатх еткеннен кейін, ашқаннан кейін сондай қылмыс жасаған адамдардың өзін кешірген. Кек сақтап, оларға ешқандай қиыншылық көрсетпеген. Олар ислам дінін қабылдайды кейінше, содан кейін пайғамбарымыз оларды кешіреді. Мінекей кешірім деген дәл осындай болу керек. Біз кешіре білуіміз керек. Және қазақта сөз бар ғой, өкпеге қисам да өлімге қимаймын деп. Жалпы кез келген қазақ өзіміздің қандас бауырларымызға кешірімді болуымыз керек. Мынау қазақта мынандай, қазіргі уақытта бір мынандай жастардың арасында ұран бар ғой, әр қазағым жалғызым деген. Ол әр қазағым жалғызым деген тек қана тілде, я болмаса жаңағы көлікке жапсырылған бір слоган емес, ол жүрегіміздегі болу керек, түсінік болу керек. Кез келген қазаққа, кез келген мұсылманға біз дәл сондай кешіріммен қарауымыз керек. Енді сабырлықтың да өзінің мәні бар. Қазақ халқында сабыр түбі сары алтын деп бекер айтпаған. Кез келген нәрсеге ұстамдылық, сабырлық, шыдамдылық керек. Кез келген жұмыс болсын, сауда болсын, өмірдің кез келген саласын алып қарасаңыз да, сабырлықсыз еш нәрсе өнбейді. Сол себептен сабыр түбі сары алтын деп қазағымыз бекерден бекер айтпаған. Ал қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала фасбир собран жамилан, өте көркем болған сабырлықты ұстан деп бізге бұйырып отыр. Ауызашар жайында айтып кетсеңіз, жалпы оның белгілі бір реттілігі немесе ережесі бар ма? Жалпы ауызашар деген ол мынау кешкі күн батқан кезде ауызашар уақыты кіреді. Жалпы енді бізде қалыптасқан үрдіс ғұрып бойынша күн батады, күн батқаннан кейін азан шақырылады. Азан шақырылғаннан кейін құрмамен, бір жұтым сумен, я болмаса қандай да тағы бар қолда бар бір жеміспенен ауыз ашып, одан кейін ауызашар дұғасы оқылады. Енді бұның барлығы жалпы біздің ғұрыптық әдебіміз. Ал енді жалпы күн батқаннан кейін сіз бір нәрсе жесеңіз де, жемесеңіз де ауыз ашық болып есептеледі. Ал енді жаңағы құрма жеп бір жұтым су ішудің өзі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті. Пайғамбар сүннетінде жаңағы құрмамен ауыз ашып бір жұтым су ішетін болған, я болмаса су ішу мәселесіне келген кезде пайғамбарымыз тақ сан
тақ сан жұтым су ішетін болған, құрманы жегеннің өзінде де тақ қылып жейтін болған, бір құрма, үш құрма деген секілді, су ішкен кезде дәл сондай бір жұтым, үш жұтым, бес жұтым деген секілді сондай қылып ішетін болған. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келе жатқан сүннет. Ал енді қазақ халқы бұл сүннетті өзіне ғұрып қылып қабылдап алған. Күн батады, күн батқаннан кейін азан шақырады, азан шақырғаннан кейін жаңа құрмамен я болмаса сумен ауыз ашады. Бұрын ертеректе енді құрма деген нәрсе біздің елімізде тапшы болды. Ол кезде ата әжелеріміз ауызды кәдімгі қара тұз жалауменен ауыз ашатын болған. Қандай да бір астың түрімен, соны жеумен, қандай да бір жеміс жеуменен ауыз ашылатын болған. Енді ауыз ашарға мәселесінде тағы мынандай нәрсе бар. Намазға дейін бір нәрсе жеп алу. Жаңа құрма, су секілді. Одан кейін намаз оқып, одан кейін барып тамақты жеу. Оның да астарында үлкен мән мағына бар. Құрма енді ғалымдарымыздың зерттеуі бойынша құрманың құрамында біз білетін жемістердің барлығын минералдары, витаминдары сол бір құрманың бойындағы жиналған, құралған. Сол себептен құрмамен пайғамбарымыз ауыз ашуды үндеген. Енді витаминдер, А витамині бар, Б витамині бар. Жалпы адам денесіне керек мөлшердегі витамин, жаңағы витамин, минералдар сол құрманың бойында жиналған. Енді намаздан бұрын сол құрманы жеу және су ішудің маңызы неде? Жаңағы күні бойы аш болып келген асқазанға ең бірінші жаңағы витамин мен минералға толы құрма барады. Одан кейін шамалы су ішіледі. Және намаз оқыған кезде жаңағы барлығы толық, былай айтқан кезде асқазанмен қабылданады жаңағы нәрсе. Сінеді. Одан кейін олай істеудің тағы бір мәні бар. Асқазан қазір ауыз ашар кезіндегі жейтін тамаққа дайындалады. Бірден тығып тамақты жеп асқазанды тойдырып тастаған ол дұрыс емес. Асқазанға ауыр болады ол да. Бұл айтқан кезде жаңағы асқазанның өзі шок болады екен. Жаңағы күні бойы аш жүрді де бірден тамаққа толтырып тастаса, ол жаңағы нәрсені қабылдай алмай қалуы мүмкін. Қалай дегенмен де асқазан ол бір құрылғы зат емес қой, темір емес, ол дәл өзіміздің ағзамыз. Сол себептен оған да сондай жаңағы байыппенен қарауымыз керек. Қадір түні жайлы неліктен 1000 айдан да қайырлы деп айтады, және осы қадір түнін қалай дұрыс өткізу керек? Енді қасиетті Құран кәрімде Қадір сүресі бар. Сол Қадір сүресінде Алла тағала қадір түні туралы баяндаған кезде мин әлфи шахр, 1000 айдан да артық деп Алла тағала өзі осы қадір түнін бізге айтып ескерткен. Енді 1000 айдан да қайырлы дегеніміз, былай айтқан кезде сол қадір түнінде мұсылман адам қандай да бір құлшылық, бір жақсылық жасайтын болса, 1000 ай бойы жақсылық жасағандай болып есептеледі. Енді 1000 ай дегеніміз орташа есеппен алғанда бір адамның ғұмыры 85-86 жылға сай келеді. Енді қадір түнінің маңыздылығы ол тек қана ұйықтамауда емес. Бізде көп кісілер сол күні түнде ұйықтамасам болды деп жаңағы телевизор қарап, интернет желісінде отырып, жаңа әлеуметтік желіде отырып түнін өткізіп жатады. Негізі ол дұрыс емес. Қадір түнінің маңыздылығы тек қана ұйықтамауда емес. Қадір түнінің маңыздылығы сол түні бойы өзінің өмірінде жасаған қателіктерін еске түсіріп, сол нәрсеге Құдайдан тәубе ету, кешірім сұрау, одан кейін Алла тағаладан өзіне дұға ету. Ей Аллахым, мен осындай мұқтаждығым бар, маған осындай мұқтаждық бер деп, және өзінің сол түнін Құдайға құлшылықпен өткізу. Мінекей сол кезде оның өткізген қадір түні қайырлы болады. Енді жаңа Құран кәрімде Қадір сүресінде және ол таң рауаңдағанға дейін жалғасады дейді. Демек, таң намазының уақыты кіріп, күн шыққан уақытқа дейін сол қадір түнінің амалдар жасалған дұрыс. Сол уақыттағы жасалған дұға тілектер қабыл болады. Жалпы қадір түні аспаннан бүкіл періштелер түседі екен, және жер бетіне түскен періштенің саны жер бетіндегі ұсақ
құм тастан да көп болады дейді. Демек сол періштелердің барлығы құлшылық етіп жатқан түнін ұйқымен өткізбей, зікірменен, дұғамен өткізген мұсылманның құлшылығын көреді, соған куәгер болады, және Алла тағала пәленше деген құлын осындай жерде дұға етіп жатыр. Аллахым осының дұғасын қабыл ете көр деп бізбен бірге дұға етеді екен. Сонымен қадір түні біз үшін өте маңызды. Енді қазақ халқы қадір түнін енді революцияға дейінгі кезінде, мынау біз Совет үкіметінің құрамына кіргенге дейін кезінің өзінде үлкен той қылып өткізгендігі, ел болып жаңағы қадір түнін күткендігі жаңағы қиссаларда айтылады, жаңағы кейбір кітаптарда осы мәселелер жазылады, бұрынғы аталарымыздың естеліктерінде де осы нәрсе айтылады. Бала кезімізде ауылдың шетіне шығып қадір түнін күтетін едік. Енді ол кезде қазіргі секілді электр жарығы, әлеуметтік желі, теледидар деген нәрселер болмаған. Сол ауыл тұрғындары елдің шетіне шығып, бас қосып, сол жерді солай пайдамен өткізетін болған. Сабыржан Зейнел Ғабиденұлы бүгін келіп подкастымызға қатысып, жалпы Рамазан айы жайында көп мәселенің басын ашып бергеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Өзіңізде ұстап жатқан оразаңыз қабыл болсын. Амин. Рахмет. Рахмет. Қош сау болыңыздар.